Бұл оқиға менің ең тәп-тәтті мектеп кезіндегі шақтарымда орын алды. 11-ші сынып оқып жүріп бір жігітпен таныстым. Басында жай ғана жүре берем деп ойлап едім, кейіннен қатты бауыр басып кеттік бір-бірімізге. Екеуміз талай күндерді бірге өткізіп, бақыттан басымыз айналғандай болды. Бірақ өкінішке орай мектеппен де қоштасар сәтте келді. Аман есен мектебімізді бітіріп, екеуміздің жолымыз екіге айырылды. Ол Алматыда оқуға қаламын деді, ал мен Астанадағы медицина университетіне түстім. Ол маған апта сайын келіп тұрды. Екеуміз күнде хабарласып, WhatsApp-пен сөйлесіп жүрдік. Мен оның маған деген сезіміне еш күдіктенген жоқпын. Ол мені ешқашан тастамайды деп ойладым. Себебі екеуміз жақын қатынаста болдық, және үйлену тойымызды да белгілеп қойған болатынбыз. Ал бірақ мен екінші курс оқып жүргенде жаман оқиға болды. Мен аяғым ауыр болған 2 ай болғанда білдім. Қуанышымда шек болмады. Себебі өзім жанымнан да артық жақсы көретін адамымнан жүкті болған едім. Жігітіме айттым, ол да риза болғандай болды. Бірақ сол күнгі телефон қоңырауынан кейін менің өмірімнің астан-кестеңі шықты. Түстен кейін сабақтан шыққан уақыт еді. Қолым босай қалған, оған қоңырау шалатынмын. Сол күнде өзіме риза болған мен оның нөмірін телефонымда тердім. Ар жақта телефонды көтерген қыздың дауысын естігенде жүрегім зырқ ете қалды. Топтас екен деп ойлап едім. Бірақ ана қыз өзіме дүрсе қоя берді. Сен кімсің, неге қоңырау шаласың деген сұрақтармен. Мен телефонды қоя салдым. Біраздан соң жігітім өзі қоңырау шалды. Маған айтпаған сөздерді айтып, маған сенбейтінін айтты. Мен Астанада жүргендіктен басқа жігіттен жүкті болды деп маған кінә артты. Мен көзім жасым көл болып, аялдамада әрең тұрдым. Қуанышымды су сепкендей күй кештім. Ешқашанда мұндай сұмдықты басымнан кешпеген едім. Үйге қалай жеткенімді білмедім. Есік алдына келіп қалай құлағанымды білмедім. Көзімді ауруханада аштым. Маған дәрігер баламнан айырылғанымды айтты. Сол кездегі кешкен күйімді ешкімнің басына бермес екен. Бүгін ауруханадан шықтым. Сендермен осы оқиғаны бөліскім келді. Жігітім болса әлі хабарласқан жоқ. Енді ешқашан оның жүзін көргім келмейді. Ол менің бүкіл өмірімді құртқан адам ретінде есімде мәңгі қалады. Бірақ бәрібірде оны ұмытуға тырысам, себебі ол мені құмарлыққа айырбастап кетті. Құрметті қыздар, ешқашанда қашықтықта болатын махаббатқа сенбеңдер. Мен сияқты ешқашан қиналмаңдар. Сендерге тек қана жақсылық тілеймін.